Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге сұлы жармасы қосылып жасалатын печеньенің рецебін ұсынғым келіп отыр. Бұл печеньені мен 5 жұлдызды қонақ үйде аспаз болып жұмыс істеп жүрген кезде дәмін көріп, қатты ұнатып, сол жердегі кондитерден рецебін сұрап алған болатынмын. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Олай болса, кеттік. Алдымен үй температурасындағы сары майға қантты салып, миксердің көмегімен қант езілгенге дейін жақсылап араластырамыз. Егер сізде миксер болмаса, онда венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Бірақ ол сәл көбірек уақыт алады. Сол үшін кішкене шыдамдылық танытуыңызға тура келеді. Миксерді тоқтатып, жұмыртқа қосып, тағы да араластырамыз. Грек жаңғағын пышақтың көмегімен қатты ұсақ қылмай, орташа қылып үгеміз. Массамызға грек жаңғағы мен сұлы жармасын қосамыз. Ең соңында бір шай қасық разрыхлителмен ұнды салып, қолмен немесе лопатканың көмегімен араластырамыз. Масса қолға жабысқақ болып келеді. Сол үшін қолыңызға ас үйге арналған перчатка киіп алуға кеңес беремін. Немесе печеньені домалақтаған кезде алақаныңызға ұн сеуіп отырсаңыз болады. Ал егер сізде бар болса, осындай балмұздақ алатын қасықты да пайдалансаңыз болады. Печеньені алдын ала 170 немесе 180 градуста қызып тұрған духовкада 20 минут орташа қызарғанша пісіреміз. Печеньенің пісу уақыты сіздің духовкаңызға байланысты. Бұл печеньенің құрамына сұлы жармасы мен грек жаңғағы қосылып жасалғандықтан дәмі ерекше. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздерде де тура осындай дәмді болып шығады деген үміттемін.